Ассалаумағалейкум құрметті достар, мен Рико, және де бүгін біз Clash Royale ойынын ойнауды жалғастырамыз. Және де бүгін бізде керемет каналымыздағы самый күшті видеолардың бірі десе болады, себебі бүгін бізде Clash Royale'дан әрине керемет видео болады. Легендарный сұмдық короля 13-ші арена самый ойындағы ең үлкен сұмдықты ашатын боламыз. Так, біріншіні бесплатныйлардан бастайық әрине. Так, 2 гем, бір сборщик эликсира, және де 14 разряд. Ба-да-да-дам, легендарный сұмдық короля ашық тұр, ашуға болады енді. Так, ал бірінші біз бүгін өте көп сұмдық ашамыз, сондықтан да лайк басып кетіңіздер. 151 золото, 2 колдун керек вот именно маған. Так, снежок және не түседі, эпический түсуі мүмкін, эпический зеркала. Керемет. Енді бізде так, кеттік. Тағы не ашамыз? Бұл жерде мен бір серебряный, бір золотой, бір серебряный және бір золотой сұмдықтар жинап қойдым. Және де бізде бұл да емес, тіпті королевский сұмдықта бар. 40 000 золотаға жетеді ақшамыз. 2 мегаминьон және 17 мортира. Так, келесі золотой сұмдықтар шайық. Золото 570. Керемет. 4 разбойник. Жақсы. Разбойникпен ойнамайым, бірақ та Тесла. 17 стрелы. Және 7 фаербол. Фаербол керек. Так. Открыватель сундуков. 9 из 10. Так, кеттік келесі. Золото 151. 2 мини-берка. Және 17 банда гоблинов. Банда гоблинов керек. Так. И квест орындадық, бірақ наградадан ала алмаймыз. Ол үшін бірінші легендарный сұмдықты ашу керек. Так, келесі золотой сұмдықты ашуды бастайық. Так. Золотой сұмдық. Так. 587 золото, 37 500 золото болды біздер. 3 мушкетера. 3 мушкетера 10 эликсир болып кеткен деген ойнаған келмейді. 28 бочка. Летучкадан 5. Және эпический голем. Голем күшті карта, только 8 эликсир тұратын, өте қымбат сияқты. Так, келесі королевский сұмдық. Опа, 1112. Почти комбалдық қой, 1-1-1-1 деген. Кристаллы 2 штук. Летучие мыши. 48 королевский рекрут. Опа, почти легенда түскетті бұдан. Палач және тыш керек карта. Огненный шар. Керемет. Келесі бізде қалған сұмдық, бұл легендарный сұмдық короля. Бірақ та біз бұны ашпас бұрын не істейміз? Бойға барып келеміз. Так, осындай қалада құрып қойдым немеге. Қалада бұл немеге арналған? Қазір айтам. Клановый войныға арналған. Так, сомен өйтін боламыз. Бізде палач бар, оны уровенін көтеруге болады. По идее, көтергім келеді негізі ше. Палач керек карта. Так, көтерейін ба уровенін? Кәне көрекші. Шар бізде ешінші уровен екен, көрек. Так, шар. Шар 9, я, жарайды. Так, война. Осы колодымын не берек, бірақ азыр енді. Жарайды. Так, пойдет. Надеюсь, жеңілмейміз. Оқтыш, біздің қаладымыз қиын қызық негізі, шын айтайыншы. Так что жеңіліп қалу қаупіміз көп деп айтсам дұрыс болар. Үлгермей қалды, я? Керемет. Урон кетті ғой. Қаз. Кімде урон жібереді өзін? Базар жоқ, 800 ақып қалды.
Ох ты ж, ровно түсірдік қой. Нә саған керек болса, Блин, дұрыс қойған жоқпын мына немені. Өте дұрыс қойған жоқпын. Гоблиндар болыңдар. Ну, почти үлгерді ол. Ох ба, дұрыс қойып негізі печканы. Все. Алып алдық башнясын. Жақындатпау керек осы жолы. Керемет. Так. Так, сол жаққа шабуыл жасап көрейік. Опа, бір-бірін кездестіріп сағасын. Керемет қойдым. Ят. Супер. 3 башнан қалып кетсек жақсы еді негізі. Кәне. Давай, беріле салсашы лучше. Хорош, беріле салды. Жең кеттік. 3-30-ға керемет. Да, қазір енді ойындағы самый безумный сундукты ашатын боламыз. Кеттік. Опа, солата за войну дейді. И медал алып келдік өзіміздің кланға. И біздің клан ешінші орында, походу бірінші орында, әлі екінші ма. О, бірге шығарғасын. Кланымды бірінші орынға шығардым. Жақсы. Та-та-та-там. Бұған негізі скриншот жасау керек, скриншот жасамаса болмайды. Так, жарайды. 4-ші золото. Оқпа, бұл жерде тіпті таңдайсың өз картанды. Маған қазір колдун керек негізі. Екі картан біреуін таңдайсың ғой, өзіне ұнағанын. Осын айт. Бірақ кер жоқ карта негізі. Блин, вот зачем мынандай карталар? Қайсы карта керек еді негізі? Осыны алсайық. Бә, нормальный редке көріндіш. Тіпті нормальный обычный карта берген жоқ қой, бақанда 263 штуктың. Алайық шарт. Ура, легендарный бар. Бастысы легендарный бар. Бәлі, 24. Қайсын алған дұрыс? По идее, палачет алу керек. Палачет алайық себебі. Клонды көтеріп аламыз өзіміз ақ. Әлде 5 клон, 19 клон отар жағында, Палачет алайық. И легендарный қайсын таңдайды екенбіз, көрейікші. Жоғы легендарға берсе екен. И біреу мега рыцарь, біреуі екеуі де бар менде. Жоғын бергенде жақсы болушы еді. Екеуі де бірдей дейсің ғой еді. Мега рыцарды алған дұрыс себебі мега рыцарды басқа картамен ауыстырып алуға болады легендарный токен арқылы. Бірақ та мен мега рыцармен ойнамаймын, көбінесе шахтермен ойнаймын ғой. Шахтерді прокачать ете берген дұрыс сияқты негізі. Қайсын аламыз? Мега рыцарь или шахтер? Мега рыцарь или шахтер? Бірдей карта негізі екеуі де почти. Бірақ шахтерді алайын. Керемет. И огромный сундукка жол ашылды, Открыватель сундуков. Так, керемет, осындай сундук ашу болды. Егер де сіздерге ұнаса лайк басып қолдап кетіңіздер, каналға жазылыңыздар. Сіздермен болған мен Рико. Қош сау болыңыздар.